Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін таңғы асқа тез дайын болатын өте дәмді банан қосылған панкейк дайындайтын боламыз. Алдымен 2 бананды ашып, қолмен сындырып, блендердің көмегімен пюре дайындаймыз. Арасында түйіні қалмауы керек. Бананды толық блендерлеп болғаннан кейін жұмыртқа, қант, сұйық май қосып араластырамыз. Келесі сүтті қостым. Ұн мен қопсытқышты екеуін бөлек араластырып алдым. Содан кейін сұйық тестамызға салып араластырдым. Міне осылай толық араластырамыз. Сұйықтығы орташа болуы қажет. Егер тестаңыз қатты қою болып кетсе, арасы піспей қалады. Табамызды отқа қоямыз. Таба қызғаннан кейін тестамызды осылай кішкене дөңгелек етіп құямыз. Табаға май жақсаңыз да, жақпасаңыз да болады. Жағу, жақпау табаңызға байланысты. Табаның астындағы оты орташа жанып тұрса жақсы піседі, ортасы да толық піседі. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен сіз де дайындап көріңіз. Отбасыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.